Сәлем Ерке ТВ арнасының кішкентай көрермендері. Бүгін біз сіздермен шегірткелер туралы айтатын боламыз. Шегірткелермен танысыңыз. Кішкентай жасыл жәндік ауаға ұшады. Бұл шегіртке. Шегірткелер әлемнің түкпір-түкпіріндегі шөпті жерлерде тіршілік ететін жылдам қозғалатын жәндіктер. Олар күшті аяқтарымен, жылдам секіруімен және жазғы далада шығаратын ызылдаған дыбыстарымен танымал. Шегірткелер қандай болады? Шегірткелердің 6 аяғы, 2 антеннасы және қысқа қашықтыққа ұшуға арналған қанаттары бар. Олардың артқы аяқтары ұзын және күшті. Бұл оларды керемет секіргіш етеді. Олардың өсімдік жапырақтары мен сабақтарын шайнауға арналған шайнайтын ауыз мүшелері бар. Шегірткелер қайда тұрады? Шегірткелер шалғындарда, ормандарда, далаларда, фермаларда және тіпті шөлдерде де тіршілік етеді. Олар биік шөпті немесе жапырақты өсімдіктері бар жерлерді тығылып жерді қалайды. Кейбір түрлері тауларда тіршілік етсе, басқалары жылы тропикалық аймақтарда жақсы өседі. Шегірткелер Антарктикадан басқа барлық құрлықтарда тіршілік етеді. Шалғындықтағы өмір. Шегірткелер күн шуақты, шөпті жерлерде белсенді болып қалады. Олар қауіптен құтылу үшін тез секіреді және денелерін жылыту үшін күн сәулесін пайдаланады. Олар жаңа өсімдіктерге жету үшін қысқа қашықтыққа ұша алады. Шегірткелер не жейді? Шегірткелер негізінен өсімдік жейді. Олар шөпті, жапырақтарды, гүлдерді және дәнді дақылдарды жейді. Күшті жақтарын пайдаланып, қатты өсімдіктерді шайнайды. Кейбір түрлері тұқымдармен де қоректенеді. Ал кейбіреулері кейде ұсақ жәндіктерді де жеуі мүмкін. Шегірткелер қалай байланысады? Шегірткелер негізінен дыбыс арқылы байланысады. Көптеген аталықтары шырылдаған дыбыстар шығару үшін аяқтарын қанаттарына икелейді. Бұл стридуляция деп аталады. Бұл дыбыстар оларға жұптарын тартуға немесе басқаларды ескертуге көмектеседі. Кейбір түрлері хабарлама жіберу үшін қанаттарын бір-біріне икелейді. Жұмыртқадан шегірткеге дейін шегірткелер 3 негізгі кезеңде өседі. Аналығы жұмыртқаларын топыраққа немесе өсімдік сабақтарына салады. Жұмыртқалар шыққан кезде қанатсыз, кішкентай шегірткелерге ұқсайтын кішкентай нимфалар пайда болады. Олар өскен сайын бірнеше рет түлейді. Ақырында қанаттары бар ересек шегірткелерге айналады. Бұл қарапайым процесс толық емес метаморфоз деп аталады. Қауіпсіздікті сақтау. Шегірткелер қауіпсіздікті сақтау үшін айла шарғы жасайды. Олардың түстері шөп пен жапырақтарға сіңіп кетуге көмектеседі. Қауіп төнген кезде олар алысқа және жылдам секіре алады. Ал кейбір түрлері ұшып кете алады. Кейбір түрлерінің жыртқыштарға жағымсыз дәм сезуі мүмкін екенін ескертетін ашық түстері болады. Ал сіз білдіңіз бе? Шегірткелер денесінің ұзындығынан 20 есеге дейін секіре алады. Шегірткелердің 11 мыңнан астам түрі бар. Шегірткелер жерде 250 миллион жылдан астам уақыт өмір сүріп келеді. Кішкентай достар, шегірткелер жайлы қызықты видеомыз осымен аяқталды. Келесі видеода қайта кездескенше бізбен бірге болыңыздар.